Достар, үшбұрыш берілген синус А бұрышын табыңдар деген тапсырма барлықтарыңыз қалай табар едіңіздер? Барлықтарыңызға бірақ қана теорема ойларыңызға келеді. Қарама қарсы жатқан катеттің гипотенузаға қатынасы деген теорема келеді. Бірақ та бұл жерге мән берсеңіздер, бұл жерде тік бұрышты үшбұрыш емес. Біз ол теорема тек қана тік бұрышты үшбұрыштар үшін қолданамыз. Енді бізге тек қана тең берілді үшбұрыш қана берілген. 25, мына жер 40 деген. Мына бұрышты табуымыз керек біз А бұрышын. Яғни бұл бұрышты қалай табамыз? Тік бұрышты үшбұрышқа келтіреміз. Бұл бізде медиана болатын, бұл бізде 90 градус болады, және қабырғасын тең екіге бөледі. Мына жер 20, мына жер 20 болады. Яғни бізде тік бұрышты үшбұрыш шықты. Үлкен катетін табуға болады, да? Есептейтін болсаңыздар 15 болады. Синус А, енді сол теореманы қолдануға болады. Катеттің 15-тің гипотенузаға қатынасы 25-ке қатынасы бізде болады. 3-тің 5-ке қатынасы.